Ассалаумағалейкум. Кеше Өскеменге келген баламның присягасына Чимкенттен. Өскеменге келіп тұрып, машинам өшіп қалды. Сөйтіп, ары қарап, бері қарап, мына предохранитель қарасам, күйіп кетіпті. Осы предохранительді ауыстырдым. Оталдырсам, қайттан күйіп кетті. Сол причинаны таппадым. Сосын Нұрекеңе звондап, Нұрекеңнің арқасында причинасы табылды. Сол мыналар қара деді маған. Мына форсунктың проводтарын қарадым. Задер ештеңе жоқ па? Жоқ дедім. Соны бензонасосқа қара деді, ашып. Осы бензонасосты ашып қарасақ, мына жерде мына проводка осындай замыкание болған екен, күйген екен. Сол осыны ауыстыру керек екен. Сол причинасы табылды. Өте рахмет, от души, брат. Мына ішінде проводы нормальный да былай ше. А бірақ сырты мынандай ерген да. О қалай ол? Қалай не болған? Өреке бензонасос шештім. Мына проводкасын көрдіңіз бе? Мына проводкасы мынандай болып кетіпті. Қап-қара болып кетті мынандай. Күйген ба, замыкание болған ба. Енді бұның проводкасын ауыстырсам, бензонасосын ауыстыру керек па, или проводкасын кеткен ба? Қалай болады бұл? Иә, ол бензинасостар келе береді бір-біріне. Бірінші бензинасос алмай-ақ фишкасын ауыстырып, сөйтіп көрсеңізші, фишкасын ауыстырыңызда, бір андай термоусадка алып алыңыз, қыздырып термоусадканы проводты жалғаған жерге салып жібересіз да, сөйтіп қыздырып, неғып жібересіз сыртынан ше, немен зажигалкамен. Бірінші проводын ауыстырып көріңіз. Нұреке, бұл проводкасын былай сыммен байлап жалғай салам ба, или пайкілеп жалғау керек па?